Видеоны көрмес бұрын біздің каналға тіркеліп кет. Анам кімге керек? Өмірде болған оқиға. 2 жастың үйлену тойы. Тойханада келін мен күйеу бала бақыттан бал-бұл жайнап отыр еді. Ортада күйеу баланың анасы қуаныштан ағайын туысқандармен бірге биге түсіп жүреді. Анасы бұл күні өте бақытты болатын. Себебі өмірінің мәні жалғыз ұлы үйленіп жатыр. Таныс біліс, ағайын жекжат барлығы ортадағы күйеудің анасын қуанышты күнімен құттықтап жүр. Барлық адам көңілді. 2 жасқа қызығып та қызғана да қарап жүр. Бір уақыт келін бала күйеуіне: «Жаным, анаңа бір ауыз айтып қойсай, билей бермей бір жерде тыныш отырсын да. Көрген достарым не дейді, үстімнен күлмей ма ертең? Отыра алмаса басқа жерге жұмсап жібере сал, абыройды төккізбей», деп күйеу баланың құлағына сыбдырлайды. Күйеу бала жай күлімсіреп күледі да ештеңе деместен ортаға шығады. Жиналған адам күйеуді ортаға шыққанына анасы құттықтайды екен деп ойлайды. Бірақ күйеу бала тіке музыканттардың алдына барып тоқтайды. Қолына микрофонды алып: «Анам кімге керек?» деп сұрақ қойды. Сол тойда болған ағайын туыс, дос-жаран барлығы үндеместен ешқайсысы күйеу баланың мына сұрағына түсінбей дабдырап қалады. Күйеу бала тағы да «Анам кімге керек?» деп қайталайды. Ешкімде үн жоқ. Көпшілік адам күйеу баланың бұл сұрағына ашулы еді. Іштей: бұл бала үйленіп, жалғыз анасын керек қылмайын деді ғой деген ойға барды. Ал келін бала болса іштей: бұл әлден менің айтқанымды қылуда, ертең бұны басқару түк те емес екен ғой деп қуанып сүйсініп отырады. Байғұс ана болса ұлының бұндай сұрағына жүрегі қатты қиналып тұр еді. Жанарында тынбай жас ағып тұрды. Көзіндегі жасын тоқтата алмай, ешнәрсе айта алмай ұлына қарап тұрды. Күйеу бала түсінбей отырған көпшілікке қарап: «Анам маған керек», деп бақырды. Қолындағы неке жүзігін шешті да келініне қарап лақтырып жіберді. Артынша келінге: «Саған 3 талақ», деді да анасының қолынан ұстап тойханадан әкетпекші болды. Келіннің жақындары, туысқандары не болғанын түсінбей күйеу баланы тоқтатпақшы болды. Бірақ күйеу бала тоқтай қоймады. Қыздың әкесі күйеу баласын тоқтатып не болғанын түсіндіріп беруін талап қылды. Күйеу бала болған жайтты түсіндіріп берді. Қыздың әкесі күйеу баласын қатты құшақтап: «Шіркін, сендей ұл тәрбиелеген анаңа мың алғыс. Сендей күйеуім балам болғанда еш арманым болмас еді. Бірақ мендей қызына тәрбие бере алмаған әкені кешір», деп жігітше ризашылығын білдірді. Бауырлар, ойланайық.